кір қожалақ болып оралар едің. Сен 5 жасқа толғанда анаң саған жазуды үйретті. Ал сен болсаң дуалдарды шимақтадың. Сен 6 жасқа толғанда анаң сені мектеп қабырғасына алып барды. Ал сен болсаң оқымаймын деп бақырып жылап сабақтан қаштың. Сен 10 жасқа толғанда анаң сені мектептен қашан келер екен деп сарғая күтіп отырды. Ал сен болсаң дереу бөлмеңе қарай асықтың. Сен 18 жасқа толғанда анаң менің балам ер жетті ғой деп көзіне жас алды. Ал сен болсаң мен машина мінгім келеді дедің. Сен 20 жасқа толғанда анаң саған балам біршама уақытыңды менімен өткізші деп өтінді. Ал сен болсаң барлық уақытыңды достарыңа ысырап еттің. Сен 25 жасқа толғанда анаң той жасап сені үйлендірді. Ал сен болсаң лажы болса үйден алыс болайын деп анаңды тастап, әйеліңмен бірге еншіңді кеттің. Сен 35 жасқа толып, бала шағалы болғаныңда анаң бала тәрбиесіне көмек бергісі келді. Ал сен болсаң менің жеке өміріме, жеке тірлігіме араласпа дедің. Сен 40 жасқа толғанда анаң сені әйеліңмен бірге үйіне тамақтануға шақырды. Ал сен болсаң жұмыстарым көп, уақытым жоқ дедің. Сен 45 жасқа толғанда анаң саған балам мен науқаспын, сенің қолғабысыңа мұқтажбын дегенде ата-ананың проблемалары балаларын мазалайды дедің. Бір күні анаң о дүниеге аттанды. Ананың балаға деген махаббаты өзімен бірге аттанады. Бір күні егер де сенің анаң тірі болса, оны аяла, оны құрметте, оның жүрегіне саған деген махаббатына кірбің түсіретіндей ауыр сөздер айтпа. Білгін, адамда ана біреу. Ана сөзінің мағынасы өте терең әрі салмақты. Ана бүгінгі тіршіліктің иесі, тұтқасы, қасиетті жан. Ана бүкіл ғаламды жаратушы құдірет иесі. Елді аузына қаратқан көсен де, бал тілінен шырын шарбат сөз төгілген шешен де, ел басқарған патша да, еңбек адамы да, мұғалім де, дәрігер де, өнер адамдары да, тіпті мен сіздер де ананың алтын құрсағынан жаралғанбыз. Ана үйдің берекесі, қыз баланың негесі, отағасының тәңірісі, шаруаның несібесі. Ана тірек, ана жүрек. Тіректі құрметте, анашыңның шыңына сағынып жет. Ана күннің күніне табыныңды. Олай болса, бәріңнің де анаң бар. Ана әркез ұрпақ үшін алаңдар. Аналарды биік қойып бәріне. Аналарды қадірлейіп адамдар. Ой, бәрекелді. Оқыған Хадиза Кенжешева. Болашақ университеті, Қызылорда 2018.